Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен бірге менде 3 WhatsApp бар. Қалай жасалды? Мынау енді WhatsApp веб. 2 WhatsApp және 2 Telegram боламыз. Жолы қалай? Қарапайым ғана. Ол үшін Android смартфонның баптауларына барасыз, настройкиге. Настройки. Ас жағына түсесіз. Мына жерде дополнительные функция деген бөлімге барамыз. Үстіне басамыз. Ас жағына түссеңіз, мына жерде двойной профиль приложение деген бар. Соның үстіне басамыз. Көріп отырсыздар, менде WhatsApp қосулы. Енді Facebook, Telegram және Messenger деген қосымшаларды тағы көшірмесін жасауға болады. Мен қазір Telegramды қосам. Ол үшін мынау қосып өшіргішті оң жаққа өзгертсем жеткілікті. Одан кейін установитті басу қажет. Нәтижесін қараймыз. Оң жаққа өзгерткеннен кейін мына жерде қосымша пайда болу керек. Тексеріп көреміз. Міне көрдіңіздер ме, құрметті достар? 2 Telegram болды. Мынау өзі кәдімгі Telegram. Үстін ашып көреміз, Telegram. Міне көрдіңіздер ме, құрметті достар? Telegramның тіркелу беті ашылады. Прогрузки. Мына жерге елді таңдап, ары қарай тіркеліп жұмыс істей беруге болады. WhatsApp'ты да дәл осындай жолмен 2 WhatsApp қылып алуға болады. Құрметті достар, видео пайдалы болса, лайк басыңыздар, коммент қалдырыңыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет көп-көп.